Турнирдің тарихы 80-ші жылдардан басталады. Дәл осы жылдан бастап жаттықтырушылардың нұсқауымен балалар арасында алғашқы турнир өткен болатын. Жыл сайын турнир көлемі ұлғая бастады, бірақ кеңес одағы ыдырағаннан кейін турнир жарысы біржолата тоқтатылды. 2000 жылдың күз айында Амантай Айдархановтың бастамасымен алғашқы рет Қарағанды облысының спортшыларының қатысуымен магнитка жалыны атты турнир өткізілді. Осыдан кейін сайысты республикалық деңгейде өткізу туралы шешім қабылданды. 2002 жылы турнирге ТМД елдерінен келген дзюдошылар шақырылып, жарыстың тұрақты қатысушылары Ресей, Өзбекстан және Тәжікстан сияқты елдер атанды. 2002 жылдан бастап магнитка жалыны республикалық жарыстардың күнтізбесіне ресми тіркелген болатын. Амантай Айдарханов қайтыс болғаннан кейін турнирді оның құрметіне өткізу туралы шешім қабылданды. Биылғы жылы оған Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан және Ресей мемлекетінен келген 50 команда ішінен 420 дзюдошы қатысты. Данный турнир является... Бұл турнирдің ерекшелігі қатысушылар өздерінің кәсіби дәрежелерін жоғарылата алады. Мысалға алатын болсақ, былтырғы жылы жеңімпаз атанған қостанайлық спортшы биыл әлемдік деңгейде өнер көрсетіп, алғашқылардың бірі болды. 18 қазан турнирдің ашылу салтанаты өтті. Ұйымдастырушылар ашылу салтанатын жоғары деңгейде өткізді. Артынан шешуші жекпе-жектер ұйымдастырылды. Первый день команда интерната. Алғашқы күн интернеттан құралған команда жақсы нәтиже көрсетті. Кейбір қатысушылар өздері дайындалмаған салмақ дәрежесінде өнер көрсетті. Олардың алдына қойылған басты мақсат жекпе-жекте жеңіске жету. Жарыс қорытындысы бойынша Теміртау қаласындағы Әлия Молдағұлова атындағы дарынды балаларға арналған спорт мектеп-интернатының тәрбиеленушілері жақсы нәтиже көрсетті. Екатерина мен Александра Алешина 48 келі салмақ дәрежесінде күресіп, қола және күміс медальдарға ие болды. Айым Жұмағалиева 52 келі салмақ дәрежесінде күресіп, осы турнирдің жеңімпазы атанды. Айым Жұмағалиева 44 келі салмақ дәрежесінде күміс медаль иегері атанды. 46 келі салмақ дәрежесінде Айбек Шақашев жеңіске жетті. К этому турниру я готовился очень долго. Бұл турнирге мен көп уақыт дайындалдым, жаттығулар жасадым. Жақсы нәтиже көрсеттім деп ойлаймын. Онымен тоқталып қалмаймын. Әлі де бағындырар белестерім көп. Я боролась 48 килограмм. Мен 48 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеттім. Қатысушылар әртүрлі елдерден келген екен. Өте күшті қыздар. Әрине, мен үшін жеңіске жету оңай болған жоқ. Жарыстың екінші күнінде теміртаулық дзюдошылар да жүлдесіз қалған жоқ. Өкінішке орай, біздің спортшыларымыз үздік медальдарды жеңіп ала алмады. Бірақ Теміртау командасының қоржынында 4 күміс жүлде бар. Результатом, с одной стороны, довольны, с другой стороны, нет. Нәтижеге келетін болсақ, екі түрлі әсердемін десем артық болмас. Себебі спортшылар тырысты, алайда жеңімпаздар болған жоқ. Алдағы уақытта дайындықты күшейтеміз. Өз салмақ дәрежелерінде Теміртау қаласының дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының тәрбиеленушілері күміс жүлдегер иегерлер атанды. Олар Әлия Молдағұлова атындағы спорт мектебінің тәрбиеленушілері Атабек Тұрлыбаев, Бақтияр Сүртебаев, Айда Ташибекова және Теміртау қаласының олимпиадалық мамандандырылған балалар жасөспірімдер мектебінің тәрбиеленушісі Данил Таракановский. Осы турнирде жеңіске жеткен, сондай-ақ жүлделі орындарға ие болған спортшыларға алғысымыз шексіз. Спортшылар техникалық жағынан жақсы дайындалғандарын көрсете алды. Турнир ұйымдастырушыларының айтуынша жарыс жоғары деңгейде өтті.